Сәлем баршаға менің YouTube көрермендерім. Менің видеоларым түсіріп жатқан ұнаса лайк басып комментария жазып кетіңіздер. Бұл өте маңызды. Тіркеліп кетіңіздер каналыма. Мен бүгінгі тақырыпты күйеуіміз екеуміз ұрсып қалдық. Екеуміз екі жаққа кеттік. Күйеуім үйден кетіп қалды деген мәселені алайықшы. Күйеуім үйден кетіп қалды. Ол қазір не істеп жүр, өмірінде кімдер бар, не істеп жүр деген көбінесе маған осындай сұрақтармен хабарласады. Мен қазір сол туралы ашайын деп отырмын. Егер де ұнаса лайк басып комментария жазып кетіңіздер. Бастайық. Күйеуім екеуміз ұрсып, күйеуім кетіп қалды. Ол не істеп жүр, араларында жаңағыдай өмірінде кім бар деген сияқты көп қой қазір ондай оқиғалар. Бұл өмірде бәрі бола береді. Неше түрлі тағдырлар бар. Жігітіміз алып алайық. Жаңағыдай күйеуіңіз кетіп қалған жағдайда сондай әйелімен ұрсып кетіп қалып жатады ғой. Менің күйеуім кетіп қалды, ол не істеп жүр, келе ма деген сұрақтар көбінесе қойылып жатады маған. Сол себептен осы тақырыпты алдым. Егерде бұл общий расклад, егерде күйеуіңіз кетіп қалған жағдайда дәл қазір не істеп жүр деген сұраққа келетін болсақ, жаңағыдай тез кетуге әрекет жасап кетіп қалған еркек бұл жерде жаңағыдай бір өзінің мінезі бар, суықтау бір келіншекке кетіп отыр. Дәл қазір бұл ер азамат ақша жағынан қысылып жүр, және де бір ақша күтіп отыр. Жаңағыдай күтіп отыр, күтіп отыр. Бір жерден ақша күтіп отыр. Бұл жерде картамыз ақша мәселесі. Ақшадан сәл қысылып, жаңағыдай сондай болып отыр. Жаңағыдай айттым ғой, бір келіншек түсті деп, осы бір келіншекке кетіп қалған, кетуге тез әрекет жасап кетіп қалған бір келіншекке, жаңағыдай бұл екеуінің арасында ақша мәселесі қиыншылық туғызып тұр. Ақша мәселесі. Бұл бір уақытша нәрсе. Бұл бір жерден бұл еркек ақша күтіп отыр. Ары қарай көретін боламыз. Бұл жерде келетін болсақ, сізді бұл ер азамат, жаңа күйеуіңіз болуы мүмкін, күйеуіңіз ғой енді кетіп қалған. Сол сізді ғаламтордан қарап отырады, болды, бітті деп бір завершение дейміз ғой, жаңа бір шешімге келіп, болды, жаңағыдай бармайын, бітті отношение деп тұр. Бұл жерде қаражат мәселесі, жаңағыдай күтіп отыр дедім, өте жақсы, керемет қаржы мәселесі, керемет шықты. Жаңағыдай бұл жігіт, еркек, ер азамат өте еңбекқор, сондай болып тұр. Жаңағыдай өткен отношение дейді ғой, жаңа сізбен бірге өткен ұрыс, айқай-шу, келіспеушіліктен кетіп отқан, сондай бір жаңағыдай жаңа өмір бастауға да қорқып тұр. Бірақ жаңағыдай әйелмен ара қатынасы жақсы, сондай болып тұр. Одан кейін жаңағыдай сіз ер азаматыңызға, күйеуіңізге белгісіз. Бұл әйел не істеп жатыр? Ғаламтордан көреді, бірақ қазір ойлайды да, ойында сіз де барсыз. Сондықтан сізге екі ойлы болып тұр. Жұмбақ болып тұрсыз да қазір оған. Ары қарай көрейік. Егерде әйелінен кетіп қалған, үйден кетіп қалған еркек, мен соған ашып жатырмын раскладты. Бұл общий расклад.
Сондықтан егер бір адамға ашып жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Көп қиыншылық көрген ер азамат, көп қиыншылық көрген, қандай бір кедергілер болған, жаңағыдай шаршаған, сондай болып тұр. Жаңа бір бастайым деп кетіп қалған, бұл еркегіміз өте қу, өтірікті көп айтатын ер азамат. Жаңағыдай екі ойлы болып жүр. Үйге қайтып өзім әйеліме барайын ба бармайын ба деген сияқты екі ойлы болып жүр. Келгісі келеді, бірақ қорқады тағы да отношения, ұрыс, айқай шудан безіп кеткен сияқты болып тұр. Бір шешімге келу керек деп тұр. Жаңағы соққанда әйел дедім ғой, соғанда өзінің сезімі бар еркек екен, сезімі бар ана әйелге. Ол әйел несімен сиқырлап алды деп отырған шығарсыздар. Бұл күлетін де жағдай емес, бірақ жаңағыдай өмірде бәрі болады. Өмірде бәрі болады. Неше түрлі адам бар, неше түрлі ой келеді адамға. Жаңағыдай шайтан түртеді дейміз ғой, сол сияқты өмірде бәрі кездесе береді, бола береді. Қазір таңқалатын заман емес. Адамдар да өзгерген. Сондай болып тұр ғой. Қазір еркектер бар, бала шағасын да тастап кете береді бір әйелдің соңынан. Сондай еркектер де бар, бала шағасын мүлдем ойламайтын, сондай. Жаңа бұл еркек қайтып келе ма әйеліне, келмей ма, сол жағын ашып көрейік. Бұл еркекке келетін болсақ, ер азаматқа, егерде әйелінің кетіп қалған, үйден кетіп қалды, ол қайда жүр? Жаңағыда сұрақтар көп қой. Ол не істеп жүр, қайда кетті, қайтып келе ма деген сияқты сұрақтары мазалайтын болса, мен рас қыладым. Бұл жерде келуіне келуі мүмкін, бірақ көп уақыт деп тұр. Көп уақыттан кейін күйеуіңіз келсе, бұл жаңағы әйелмен отношения құра береді. Өйткені бұл жерде треугольник карта шығып тұр. Бұл жерде келе береді. Жаңа әйелге де бара береді. Шауып келіп, екі ортада жүреді. Қайттан айқай шу болып, сол жерде екі ортада қайтта жаңағыдай аяғыңыз ауырлап, бала көтеріп қоюыңыз да мүмкін. Бұл жерде ақылмен шешу керек деп тұр. Егер де бақытты семья болғыларыңыз келсе, айқай шу деген нәрсе негізі жақсы нәрсе емес. Некені бұзатын, сондай еркекті қашырып жіберетіндей, жаңағыдай сондай нәрсе. Сондықтан әйелдерге сабыр деп айтқым келеді. Тек ақылмен шешу керек деп тұр бұл жерде. Адамдардан да ақыл кеңес сұрап, жаңағыдай өзіңіздің сенетін адамдарыңыздан. Қазіргі заманда да біреуден ақыл сұрау деген кемде кем ғой, қазір ақыл айтатын адамдарда. Бірдеңе айтсаң, артыңда ашып, біреуге өсектеп, сондай өз ақылыңызбен шешіп, ұрысты болдырмауға, шаңырақтың шайқалуын болдырмауға бәрі әйелдің қолында дегім келеді. Ендігі мен осы рас қыладымды аяқтамас бұрын, күйеуіңіз қайтып келсе де, айтарым қорытындылай келе, қайтып келсе де жаңағыдай ұрыс болуы мүмкін. Қайтып күйеуіңізді қашырып жіберетіндей ұрыс болуы мүмкін, бірақ бұл әйелдің қолында. Жаңағыдай осындай еркектеріміз бар ғой, әйелдері бар, бірақ тағы да бір әйел. Осындай еркектерге түсінбеймін ше.
ана елінде басын айналдырып, мына әйелінде басын айналдырып сондай еркектеріміз бар. Енді не істейміз? Шаңырақтың шайқалмауын тілесеңіздер, жаңағыдай бәріне көну керек деп тұр мына жерде. Ары қарай ашып көрейікші. Ары қарай не істейді екен бұл еркек? Келіспеушілік, айқай-шу, қайтып кету. Мына жерде екі башня шықты. Бұл жерде бұл дегеніміз еркектің уайымы бар, екі жаққа кету, жол түсіп тұр. Бұл кетіп қалу мүмкін. Қайттан мынандай айқай-шу болса, бұл еркек уже бір кеткен еркек келіп қайтып тұрады деп айта алмаймын мен. Бір әйелге кеткен еркек болса, жаңағыдай айқай-шу болса, қайтып кетуге дайын тұрады. Ол бір кеткен еркекті қайтып ұстап қалу мүмкін емес. Мен осымен рас қылатыным аяқталды. Егер де сіздерге видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар, маған тіркеліңіздер. Егер де сіздерді осындай бір жағдайлар, осындай бір мәселелер мазаласа, мен жекете рас қылат ашамын. Енді мен осымен видеомды аяқтайын. Қош сау болыңыздар.